өсиет данадан, өлеге ағадан, иба деп анадан, сыйластық санадан, бар бақыт баладан, осыны түсінген ол нағыз нар адам. Ақ тілеу атадан, өседел батадан, атадан баталған қалмайды еш қатардан дейді. Осылай біз тілімізді, анамыздың тілін, анамыздың ағуызына қандырып өсуіміз керек әр отбасы. Неге біз отбасы шағын отан дейміз? Отан отбасынан басталады. Мен отырып өзім отбасымда, міне елде отырып көсеміз, шешеміз, елге ақыл айту оңай, ақыл айтқан емес. Өзінің отбасымда осы істедім ба, соны айтуым керек мен. Абай атам тағы да айтты, кез келген қазақ кез келген жерде кемінде екі ақыл айтып кетеді деп. Шіркін-ай, соның ең болмаса біреуін орындаса, алда қашан адам болып ел қатарына қосылып кетер еді дейді. Біз ақыл айтуға келгенде алдымызға жан салмаймыз, алдымызға қара салмаймыз. Ал өнеге көрсетуге келгенде өте біз жаңағы баяумыз. Осы өнегемізбен, ол сіздің отбасы, ол сіздің отбасы, сіздің әркімнің отбасында осындай болса, отбасы түзесе, отан түзеледі. Қасиет далада